Аз қалды ма? Аз қалды ма? Шыдайық па? Шыдайын ба? Әлі көрдің ба? Адамдар шыда деп келе жатыр бәрі. Сендердің де қолдарынан келеді деп айтып жатыр. Бұны тастап кетсек біз аш қаламыз. Мақсатымыз орындалмай қалуы мүмкін. Өмірде біздің жүгіміз бар. Ол кім? Ата-анамыз, семьямыз. Ол нәрсені тастап кететін болсаң, онда сенің өміріңнің мәні болмайды. Енді жүре бастап едім. Бұрынғыдан оңайырақ жүру басталды. Сендер де жете аласың деген кезде біз тоқтап қалмауымыз керекпіз. Рахатын көреді деген сияқты. Өмірде де біз өзіміздің баламызды қиын екенін біліп тұрамыз да кейбір нәрсені. Қойшы, мен сол жерден өттім. Ол қиын деп, неге біздің баламыз қиналмау керек? Мен істей алмаймын. Менің қолымнан келмейді. Ол сізді алдайды. Сол жазық жолда жүрген кезде енді жеңіл болды. Қандай да бір ақшаңыз қолыңызға түсе бастаса, әлі де босаңсымаңыз. Бұл өмір бір жоғарылаудан, бір жазықтан, бір төмен түсуден, бір қиналудан, бір босаңсудан, бір қуаныштан тұратын міне көріп келе жатырмыз. Алдыға қарай жүре беріңіз. Бәрібір мақсатқа жетесіз. Ассалаумағалейкум құрметті отандастар, біздің марафонға қатысушылар. Сіздерге мен міне бүгін бонус сабақ жазуды ұйғардым. Және оны бір ерекше Алматының жерінде емес, Алматының ортасында емес, осындай бір табиғатта Көкжайлау деген жерде жазуға шешім қабылдадым. Не үшін? Өйткені осындай бір заттар бар. Біз бәріміз табысқа жеткіміз келеді, біз бәріміз жетістікке жеткіміз келеді, бизнес жасағымыз келеді деген сияқты сондай нәрселер болғымыз келеді. Бірақ алайда бір жағдай түсініп алған жақсы екен. Мен мына жолды келе жатып, жолдан көптеген инсайт алдым. Былай қарап отырсаңыз, бизнес жолы да, руханилық жолы да, қандай бір жол болсын, жол деген ол бәрібір бір жол екен. Мысалға, мына жолды көріп отырсыздар, мына жолды, бұл біз жүріп жатқан жолымыз, Бірақ бұл жол басталғаннан бастап кәдімгі өмірге ұқсайды. Кәдімгі бизнестегі өмір болсын, кәдімгі өмір сүріп жүрген өмірге ұқсайды. Оны айтатын кететін болсақ, мысалға ең басында шыға берген кезімізде біз қай жаққа баратқанымызды білмейміз, сондықтан да шешім қабылдадық шығуға. Егер біз алдын ала білетін болғанымызда мүмкін ойланып қалар едік. Сол сияқты содан ең бірінші қадамдарды жасап бастап едік. Алдымыздан неше түрлі адамдар кездесті, сәттілік тіледі бізге. Бірақ өстіп келе жатқанымызда үстімізде ауыр жүгіміз бар. Сол жүк 5 бала болып келе жатырмыз, әрқайсымызда әртүрлі салмағы. Енді әркімнің өзінің жүгі өзіне ауыр дегендегідей, сол ауыр жүкті алып келе жатқанымызда қасымыздағы біреулерге қарасақ, біреудің жүгі сенікінен қарағанда жеңілдеу сияқты болып көрінеді екен. Бірақ оған да жеңіл болып келе жатқан жоқ. Ол сенің ойыңша біреуге жеңіл сияқты болып көрінеді. Ал бизнесте, өмірде әрқашанда біз бір нәрсеге қиналып жүретін болсақ, біздің айналамыздағы адамдардың барлығы қиналмай жүрген сияқты, олардың проблемасы жоқ сияқты болып көрінеді. Бірақ сен қиналған кезде бәрі де сенен артығырақ қиналып жүрген сияқты болып көрінеді. Жаңағыдай артық қиналмай жатқан сияқты болып көрінеді. Сондықтан осыны салыстырдым. Және бұл жүктеп отырғанымыз біздің артымыздағы жүгіміз, ол бізге ана жаққа барған кезде, мына таудың басына шыққан кезде, баратқан жағымызға, мақсатымызға жеткен кезде, сол мақсатымызға жеткен уақытымызда бізге қажет болатын тамақтар, бізге қажет болатын сондай құралдар екен. Бұны тастап кетсек біз аш қаламыз. Тастап кетсек біз мүмкін мақсатымыз орындалмай қалуы мүмкін. Тап сол сияқты өмірде біздің жүгіміз бар. Ол кім? Ол біреуіміздің семьямыз, біреуіміздің әйеліміз, біреуіміздің күйеуіміз деген сияқты, ата-анамыз деген сияқты, бауырларымыз деген сияқты біздің жүгіміз бар. Оны тастап кетуге болмайды. Сен қанша жерден бір бақытқа жетем десең де, ол нәрсені тастап кететін болсаң, онда сенің өміріңнің мәні болмайды. Оны арқалап жүруге тура келетін болады. Сондықтан да артыңа ауыр болса да арқалап жүресің. Және жаңа айтқан сияқты иллюзия болмау керек мынандай. Басқа адамдардың жүктері жеңіл, яғни басқа адамдардың семьясы көп емес, баласы көп емес, немесе оларға рахат, олардың таныстары бар, олардың жаңағы жетістіктері, олардың жолы болғыш деген сияқты нәрсені айтпауымыз керек. Сол кезде, келе жатқан кезде тағы бір нәрсеге көзім жеткені, бір нәрсені алдымызда келе жатқан кезде әрқашанда адамдар шығып, осыншама жол қалды дейді. Сөйтіп мен өзімнің екі таяғыммен келе жатыр едім. Бұл таяқтың басында, мен білмеймін, басында резина тұратын. Мен оны білмеймін, өйткені мен бұл жолды жүріп кірген жоқпын. Менің білімім жоқ бұл тауға шығуда. Бизнесте де сенің білімің болмайды, бірақ сен бастап келе жатасың.
сол кезде келе жатқан кезде таяқпен ана бір орыс кісі бұрыннан шығып жүрген біреу қолында таяғы бар екен. Сол таяғын, менің таяғымды көріп қалды да, ей бала, ананың басындағы резинасын алып таста деді. Сосын мен оның деп резинасын алып тастау керек екен ғой деп резинасын алып тастадым да, енді жүре бастап едім. Сол кезде маған бұрынғыдан оңайырақ жүру басталды. Бұл не деген сөз? Өмірде де саған сондай адамдар кездеседі. Сен қаласаң да қаламасаң да бір мейірімді адамдар сенен ақы талап етпестен кейбір уақыттары тегін деген сияқты сондай нәрселерді сізге былай да айтып жүретін болады. Мысалға, балам, бизнесте мына жерде былай болсын, өмірде мына жерде мындай болу керек деген нәрсені сол кезде ұғу керек екен. Неге айтады олар? Өйткені олар өздері сол нәрсені жүріп өткен, сондықтан да олар біледі. Білгендіктен де осы нәрсені сізге айтады екен. Түсіндіңіз ба? Соның барлығын сабақ деп қабылдау керекпіз біздер. Әшейін айтты деп емес. Және соны қабылдаған уақытта біздің өміріміз кішкене болса да жеңілдейді екен. Аз қалды ма? Аз қалды ма? Шыдайық па? Шыдайын ба? Әне көрдің ба? Адамдар шыда деп келе жатыр бәрі. Мотивация беріп келе жатыр. Өстіп жолда мотивация беретін адамдар жақсылық көп болу керек осындай. Рахмет. Көрдіңіз бе? Ол адамдар төмен қарай түсіп келе жатыр. Өйткені бұлар бұл жолды жүріп өтті, және оларға оңай сияқты. Бірақ олар да кеше қиналған адамдар. Кеше біз сияқты қиналып шықты. Бірақ рахатын көріп, сол рахатынан кейін біздерге де сендердің де қолдарынан келеді деп айтып жатыр. Тап сол сияқты біз бизнесте қандай да бір жетістікке жетсек, ол жерге оңай жетті деген сөз емес. Бәрі де қиналады. Бірақ оған жеткен кезде сол миллионерлер жеткен кезін көреміз біздер. Және оларға рахат деп айтамыз. Бірақ олар біздерге жоғарыда тұрып шыдаңдар, сендер де жете аласың деген кезде біз тоқтап қалмауымыз керекпіз. Милардағы иллюзиядан арылу керек. Якобы мен жете алмаймын, менің қолымнан келмейді деген сияқты. Қараңызшы, қасымдағы жігіт, ол да мен сияқты. Ол шығып келе жатыр, мен неге шыға алмаймын? Қараңызшы, тек қана бір түсінгенім, бір шал келе жатыр кемпірмен. Олар бізден қарағанда әлсіздеу болуы мүмкін. Біз үстінде ауыр жүгі бар. Бірақ олар шығып төмен қарай түсіп келе жатыр. Мен қарап айттым. Сол кезде ең маңыздысы адамның жасы емес екен. Ең маңыздысы адамның энергиясының көптігі емес екен. Сенім. Шығам деген сенім, және упорство, настойчивость. Мен айтам, өмірде тағы бір қызығы, менің балам негізі бүгін бізбен бірге шығу керек еді. Бірақ бізбен бірге шыққан жоқ. Енді мен ертең баламды осы жерге шығарсам ба екен деген ой болды. Бірақ мен шығатын болса, ол мен сияқты қиналады-ау деп қаламын да. Бірақ ар жағын білем, егер шығатын болса, рахатын көреді деген сияқты. Өмірде де біз өзіміздің баламызды қиын екенін біліп тұрамыз да, кейбір нәрсені. Қойшы, мен сол жерден өттім, ол қиын деп қиындығына баламызды тастағымыз келмей, қиналмай қойшы деп айтамыз. Жоқ. Біз өзіміз қиналып рахатын көрген болсақ, неге біздің баламыз қиналмау керек? Мәселе қиналуда емес, мақсат қиналу емес. Мақсат өзіңнің діттеген түпкі нысанаңа жету. Сол сияқты биік деген сайын қаланың кішкентай болып қалатынын көресіздер. Мына қаланы көріп тұрсаңыздар, кішкентай көк төбе кішкентай болып қалған. Бұл не деген сөз? Білімді ала түссеңіз, алдыға жылжи түссеңіз, тәжірибеңіз өте көп болатын болса, сізге проблемалар кішкентай болып қалады. Сондықтан мен істей алмаймын, менің қолымнан келмейді деген иллюзиядан айырылу керек. Арылу керек. Ол иллюзия, ол сізді алдайды. Мен де тағы бір жайтты айтып кетейін. Жаңа біз бауырымыз екеуміз отырған кезде, енді қайтып шығар ма едің? Бұл нәрсеге енді қайтып шығар ма едің деген кезде, шықпайтын шығармын деді. Мен де шықпаймын деді. Неге? Біз өткені бұның қиындығын көрдік. Бірақ білесіз ба, бір жақсы жері, біз өзіміздің өміріміздің алдымызда не қиындық күтіп тұрғанын білмейміз. Ал егер бізге о нәрсені көрсететін болса, біз жүрмей қойған болатын едік. Көрмегендіктен де біздерге сол қызық. Сондықтан да алдымызда қиындық болады-ау деп емес. Біреулердің қиындығы болады-ау емес. Мүмкін қиындық болмайтын шығар.
Сондықтан да ондай да иллюзиядан арылып алдыға қарай жүре беріңіз. Бәрібір мақсатқа жетесіз. Тағы да бір жақсы инсайт. Келе жатырдық. Постоянно төмен жоғарғы көрдіңіз ба? Жоғарғы әлі көтеріліп келе жатырмыз. Көтеріліп келе жатқан кезде бір жазық жол пайда болды. Сол жазық жол жүрген кезде енді жеңіл болды. Енді жеңіл болды деп біз өзімізді айтқанда жеңілдікке салынып, кішкене денемізді бос ұстап, қуанып, айналаны түсіре бастап сөйтіп едік. Бір-екі аттағаннан кейін қайтадан жоғарылау басталды. Бұл не деген сөз? Сіз қандай да бір жетістікке жетсеңіз, қандай да бір ақшаңыз қолыңызға түсе бастаса, жетістікке жеткен сияқты болып көрінген болсаңыз, әлі де босаңсымаңыз. Мен жеттім ғой демеңіз. Өйткені бұл өмір әрқашанда бір жоғарылаудан, бір жазықтан, бір төмен түсуден, сондай бір қиналудан, бір босаңсудан, бір қуаныштан тұратын міне көріп келе жатырмыз. Сондықтан да Алла тағала бұл нәрсені бізге көрсін деп әрбір нәрседен сабақ алуға болады. Осы нәрседен мен сабақ алып келе жатырмын. Және де мен сіздермен бөлісуге шешім қабылдадым. Білесіздер, мен өзім жасамаған нәрсені ешкімге айтпаймын, және жасаған нәрсемен көрсеткен жақсы көрем. Бұл да практика. Егер қолдарыңыз тие бастаса, тауға шығып көріңіз. Мүмкін мен тауға шығар жол мен табысқа шығар жол деген кітап жазам ба деген ойым келіп қалды. Енді зона комфорта туралы бір-екі сөз айтып кетейін. Көп адамдар барлық жерде қолданады зона комфорта. Білесіздер ме, зона комфорта деген нәрсе, зона комфортадан шығу деген нәрсе қате. Ешкім зона комфортадан шықпайды. Неге? Біз қазір өзіміздің жылы үйімізде отырғаннан, көшеде тым жақсы жүргеннен, тауға шығып кеткеніміз, біз зона комфортадан шықты деп ойлайсыз ба? Жоқ. Біз зона комфортадан шыққан жоқпыз. Біз басқа зона комфортаны іздеп келе жатырмыз. Біз таудың басында бір керемет орын бар деді. Көкжайлау деген. Сол жерде сенің ана Алматыңнан да, Алматының ортасында жүргеннен де әдемі сезім болады деді. Сондықтан да біз сол жерге қарай келе жатырмыз. Демек, біз зона комфортынан шығу үшін шығып жатқан жоқпыз. Біз басқа зона комфортаны іздеп келе жатырмыз. Өмірде де, бизнесте де осы. Ойламаңыздар, бизнеске қолға жету үшін, бір нәрсеге жету үшін зона комфортынан шығуым керек емес. Басқа бір зона комфортыны көз алдыңа елестетіп, басқа бір зона комфортыны елестетуіміз керекпіз. Мысалға біз дін саласында қарайтын болсақ, Алла тағала бізге жәннатты сүйіншілеген. Сол жәннатқа жету үшін біз қазір өзіміздің зона комфортымыздан шығып, сол зона комфортқа қарай бару үшін қаншама деген құлшылықтарды орындаймыз, солай емес па? Тап өмірде де сондай, бизнесте де сондай. Егер сіз миллиондарды тапқыңыз келетін болса, және миллиондарды тауып қана қоймай, мақсат ол емес. Мақсат сол миллионға не аласың сен? Сен ата-анаңа мүмкін қажылыққа апарарсың. Сен мүмкін мешіт саларсың. Сен мүмкін біреулерге жол салып берерсің. Мүмкін сен жетім жесірге көмектесерсің. Мүмкін сен ауырып жатқандарға көмектесерсің. Қандай нәрсе болмасын, егер сенің жұмсайтын нәрсең Алла разылығы үшін болатын болса, Алла тағала бізге береді. Бірақ сол зона комфортыны армандауымыз керекпіз. Армандайық, Алла тағаладан дұға тілейік, біз жетеміз. Алла қаласа бізге береді. Алла тағаланың мұхиттай болған байлығына шайдың қасығымен бармайық. Якобы адамдарда ақша жоқ, якобы адамдардың жағдайы нашар деген нәрсені айтпаңыз. Дүниені бізге адамдар бермейді. Естеріңізде болсын. Дүниені біз адамдардан алмаймыз. Адамдардың қалтасына кірмейміз. Адамдар бізге дүниені. Алла тағала береді бізге дүниені. Және Алла тағаланың дүниесі ол тек қана адамдардың қалтасында емес. Сондықтан бір адамдар айтуы мүмкін ақшаны жақсы көру керек деп. Жоқ. Ақшаны емес, ақшаға келетін затты жақсы көру керек. Сондықтан да мынандай иллюзиялар бар. Байлар оңбағандар. Мен айтып өттім ғой, бізге қайда? Мен де айтып жүргенмін. Мына таудың басына шығу қайда бізге? Ой деп жүрген, міне шықтық біз. Ол иллюзия болатын.
шыға алмаймыз, шығатын уақыт жоқ, немесе менің қолымнан келмейді деген иллюзия менде де болған. Бірақ біз міне Аллахтың қалауымен шықтық. Демек, сіздің де қолдан келеді. Тап сол сияқты бизнес туралы айтатын болсақ, мен де бизнес армандадым. Мен де оны жасадым. Міне қасымдағы жігіттер, бұлар да Аллаға шүкір үлкен бизнестері бар жігіттер. Қиналған жоқ емес, қиналды. Сондықтан бұл сабақты қабыл алып, осы түсінгендеріңіз бойынша өздеріңіздің пікірлеріңізбен бөліссеңіздер өте керемет болады. Мен сіздерді жақсы көремін. Әрқашанда тиімді ойланайық, тиімді жолдармен жүрейік. Жақсы жаңалық бар. Барлығында үйренуге болады. Барлығына жетуге болады. Бүгін істеу керек болған нәрсені еш уақытта ертеңге қалдырмаңыз. Өйткені ол сіздің мінезіңіз болып қалыптасады. Пайдалы болсын.